Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан өте жұмсақ әрі керемет болып шығатын булочки рецептісін бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, оның үстіне қысқа толқынды пеште ерітілген сары майымызды және де қалауымызша қантымызды, одан кейін бір жұмыртқамызды салып, дәл осы массамыздың үстіне жарты шай қасық тұзымызды, шамалы ғана дрожжымызды салып, қолымыздың көмегімен массамызды біркелкі етіп ерігенше жақсылап араластырып аламыз да, дәл осы массамыздың үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, енді қолымыздың көмегімен біркелкі етіп жұмсақ қамыр илеп аламыз. Міне, енді қамырымызды көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Міне, біздің көтерілген қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды дастарханымызға ұн себе отырып, қолымыздың көмегімен осылай дайындап аламыз да, енді осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Дәл видеодағыдай. Бөліктерге бөлген қамырымыздың үстін тағамға арналған пленкамызбен жауып, оның үстінен орамалмен жауып 10 минутқа қалдырамыз. 10 минут тұрған қамырымызды осылайнан бір-бірден алып, дастарханымызға қойып, дәл ортасынан кез келген баклажкамыздың крышкасын қойып, шетін осылай пышағымыздың көмегімен бөліктерге бөліп шығамыз. Бөлікке бөлінген қамырымыздың шеттерін қолымыздың көмегімен бір-біріне біріктіріп шығамыз. Енді ортасына кез келген салмамызды салсаңыздар болады. Мендегі қарақат джемі. Міне, екіншісінде осылай ортасынан басып, шеткі бөліктерін пышағымыздың көмегімен осылай кесіп шығамыз да, тек қамырымыздың үш жақтарын ғана біріктіріп шығамыз. Енді формамызға қамырларымызды салып, жұмыртқамыздың тек сары бөлігін осылай қамырымызға біркелкі етіп жағып шығамыз. Оның үстіне кунжут немесе мак сепсеңіздер болады. Және де алдын ала қызып тұрған пеште біркелкі етіп қызарғанша пісіріп аламыз. Достар, егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Міне, біздің гүлді булочкаларымыз дайын. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.